Әлеуметтік желі қолданушылары, өздеріңіз білетіндей 2024 жылы 1 қаңтардан бастап жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңі енгізілді. Осыған байланысты бірнеше сұрақтарға тоқтала кетсек. Ардақ, декларациялау кезінде үйдегі қолма-қол жинаған ақшаны көрсете аламын ба? Және қандай мөлшерде көрсетуім керек? Иә, егер сіздің қолма-қол ақшаңыз 10 мың айлық көрсеткіш ретінде, яғни 34 миллион 500 мың теңгеге дейін сума болса, көрсетсеңіз болады. Егер бұл сумадан асып кеткен жағдайда, банктік есепшотқа салуыңыз қажет. Егер мендегі қолма-қол ақша 10 мың айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, не істеуім керек? Егер қолма-қол ақшаңыз 10 мың айлық есептік көрсеткіштен, яғни 31 желтоқсан 2023 жылғы жағдай бойынша 34 миллион 500 теңгеден асатын болса, сіз онда асқан суманы банктік есепшотқа салып, сумаңызды үзінді көшірмесімен дәлелдеуіңіз қажет. Жалпыға бірдей декларациялау бойынша сұрағыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыз, біз сізге жауап беруге дайынбыз.